чептің құрылышында айрым бір жалқаулықты көрсете қалып, жақпай қалған инсандарды тікелей ұзынынан чепке қошып ұрып салған деген сөз айтылады. Азамат Ормонов 150 жылдай мұрда Құдайарқан қордырған чептің жанында жашайды. 9 жолдың тоғымында қорғануға ыңғайлы деп танылған дөөдөгү тарихи мурасқа анча-мынча қызығып, алыс жақыннан келгендерге бұл жайдың тарихын, билгендерин барын айтып беріп тұрады. Құдайарқан соғыштық мақсатта ыңғайлы деп таныған бұл қорған 1999 жылы эл аралык террорлук топко каршы Кыргыз армиясы да бұл дөөнү тозот катары пайдаланышкан экен. 99 жылы Баткен оқиясында, Қарғашалы оқияда чеп өзінің чынығы чептік жүзін көргөзіп, өзінің чынығы чептік функциясын тамай атқаралды. Бұл жерде бізден аскерлерден 200 солдат 2 жыл бойы 99-2000 жылдары ушул чепте жашап тұрды. Дуалдарда атайын құрал-жарақ менен ок атууга ыңгайлуу көзөнөктөрү да бар. Мындан сырткары бардык тарабы көрүнүп тургандыктан душмандарды алыстан байкоого болот. Бул чептин жанынан өткөн жол Индия, Афганистан, Иран өлкөлөрүнө чейин барат. Башкысы Кокон хандыгын коопсуздугун сактоо, коргондуу максатында курулган. Анткени бул деген чептин этегиндеги жол ат жолу болгон. Ал учурда албетте автомашина деген, автожол деген болгон эмес. Ат жол аркалуу мындан ары Жергетал, Тажикстандын Жергетал районуна, андан ары Афганистан, Иран, Ирак, керек болсо Султан Бабур атабыз ушул жол аркалуу Индастанга өтүп кеткендиги айтылат. 1860 жылдан бери өзүнүн ичинде көптөгөн тарыхый окуяларды камтып турган чеп жыл өткөн сайын урап жок болуу алдында турат. Аймакта эң чоң тарыхый эстелик болгонуна карабай, аны коргоп калууга аракеттер көрүлбөй келет. Курулуу тарыхы боюнча Баткен областындагы эң бир ири тарыхый ыйык жерлердин бири болуп саналат. Бирок кийинки мезгилдерде аба ырайынын аркандай жаан-чачындуу шарттарына жана башка шарттарга байланыштуу бул бир топ азыркы учурда жүдөп калган мезгили мындайча айтканда бузулуп, урап дегендей. Эми аны кийин ушул жергиликтүү калк өрүк бактарын айландыруу менен гана ал жерди бир аз коргоп турушат. Бирок анын тарыхыйлуулугу жөнүндө, анын бүгүнкү баалуулугу жөнүндө, анын келечеги жөнүндө мына быйылкы ушул тарых жана маданият жылында биз ага өтө олуттуу мамиле жасообуз керек. Кокон хандыгынын башкаруучусу болгон Кудайархан тарабынан тургузулган чеп топурактан жасалганына карабай, азыркыга чейин сакталып турат. Бирок жыл өткөн сайын жаан-чачындын таасиринен эзилип, көпчүлүк жери урап кеткен.